Мысалы, Қосановтың сатып кететінін сен білдің бе? Меніңше білген жоқсың деп ойлаймын. Енді маған кет бірдеңені таңасың. Әлде өзіңде бір күмән болды ма? Бірдеңені білдің бе? Сосын елдің бәрі бірдеңені білетін сияқты саған көріне ме? Мен білмеймін бұл жағын. Сосын баяғыда бір ел аузынан бір хабарда мен саған айтқан. Ренатжан, ақылы бар ит, сүйекті жұтаратын шығатын жерінен өлшеп алады деген, қиын болмас үшін. Сен бір жауап бердің бе, бірдеңе болды. Соны айтқаннан кейін арада 3-4 жыл өткен кезде сен заң жаттап саясатқа болатын жолы. 2 сағатқа ровдға кіріп шықтың. Шыққаннан кейін бір іннесі қойған саршұнақ сияқты сүмірейіп жиналған бақсыдай болып, сондай сынық жүзбен сабанға түскенсің. Бүгін что-то құйысқаның көтеріліп жатыр. Негізі Ренатжан байқа. Мен сияқты қазақтың қанына өмірін арнаған адамдардың етегіне жабысып бұл атақ жинамайсың. Ал мен сияқты адам жыққанмен кейін кезек сен сияқтыларға келіп қалады. Ахметті аттырғандар өзіміздің қазақтар болған. Кейін Ахметке атылған оларға келген. Жалпы осындай заңдылықтарды білу керек. Егер саясаткер болғың келсе.